Ассаламу алейкум, қазақтар. Екінші бөлім. Мына шын мәніндегі Қазақстанды қанды арандату сыртқы күштерін Қазақстанды басып алу үшін ұйымдастырылған болады, менің ойымша. Кейбіреулер айтады, мына жаулар қазір Назарбаев пен Тоқаев арасындағы қақтығыс ойлап тапты. Бірақ мен ойымша Назарбаевтың кейбіреулер қаңтарды арандату Назарбаевтың туыстары жасады деп айтады. Бірақ мен ойымша олар оны жүзеге асыра алмайды. Себебі барлық мына осы қаңтардың оқиғалар кезде Назарбаевқа кінә Назарбаевқа артылды бәрі. Сондықтан қалай олар білмеймін. Назарбаев туыстары жасады деп өзі Назарбаевқа артылды ма не, қиналды, мойындады ма не, меніңше дұрыс емес. Сыртқы мына қаңтардың оқиғалары не болып қалды? Сыртқы күштер жергілікті мына сатқындардың көмегімен қаңтардағы арандатуды ұйымдастырды. Сол кезінде не болып қалған? Қаңтар оқиғалар кезінде біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев қасындағы бірнеше жақтастарын жалғыз қалды. Өкінішке орай көптеген мемлекеттік қызметкерлері опасыз жасады. Барлығы емес, бірақ кейбір оның ішінде болды. Сондықтан қазақтардың мына жаулары қаңтардың оқиға кезінде біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевқа сізге ұшақ береміз, ұшып кетуді ұсынды, сіз кетесіз, өзің халық тастап кетесіз, әйтпесе, ондай болмаса, олар айтты, сізді өлтіріп тастауға болатынын меңзеді. Бірақ мен естігенмін, оқыдым, біздің президентіміз қазақтардың жауларға солай жауап берді. Мен осындай қиын жағдайда, қиын кезінде өзім халық тастай алмаймын. Солай тастап кетпейтінін айттым, тастамаймын деп. Кіммен көмегімен? ақш-пен көмегімен, Ұлыбритания, Европа одағы, Қытай, Түркиямен көмегімен осы қиын жағдай шешілді, олар бәрі шешті. Бірақ егер мен ойымша, егер сол кезде біздің президентіміз орнына басқа адам болғанда, ол қорқып қашып кеткенде, онда біздің Қазақстан егеменді Қазақстан қазір болмас еді, мен ойымша, солай ғой. Сондықтан Қазақстан егемендігін, сол кезде Қазақстан егемендігін жоғалтудың аз-ақ алдында тұрғанбыз. Өте қиын жағдай сол кезде болған. Не деп айтайын, жігіттер? Қазақстан екінші қаңтардағы арандатушылыққа төтеп бере алмайды. Біз жауларымыздың Қазақстанымызды жойып жіберуіне жол бермеуіміз керек. Сондықтан біз билікпен, біздің президентіміздің осы қиын жағдайымыз қолдауымыз керек бәріміз. Солай деп айтқым келеді. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыз.